Қайырлы күн көрермендер, сіздермен бірге мен сөйлемесе таңдай, күлмесе маңдай ауыратын сенімді серіңіз Аяна Габдуллина. Бүгін өте ерекше шығарылым. Әлбетте кез келген журналист өзінің бағдарламасының ерекше шығарылым болғанын қалайды. Бүгінде елден ерекшеленуге тырысамыз, өйткені бүгін бір емес бірнеше тақырыпта әңгіме қозғаймыз. Бүгін қонақта өздеріңіз көріп отырғандай Азия тобының әншісі, бұрын Азия тобының әншісі дейтін едік, енді қазір қосып айтатын болдық. Қазақконцерт мемлекеттік концерт ұйымының Алматы филиалының директорының орынбасары ғой, Ринат Байсейітов. Өте қуаныштымын, шапалақтап қойыңыздар. Сонымен қатар және пиар сарапшы Руслан Ескендір. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай, жақсы ма? Жақсы. Ұйқыларыңыз қанды ма? Сәлеметсіз бе? Бәрі жақсы. Ал Рәке, мемлекеттік ұйымда қызмет еткен қалай екен? Маған енді өзіміздің сферамыз ғой. Жақсы ойнап. Енді өнер адамдар көбінесе андай таңертең оянып күнде сағат 9-ға баруға жоқ еді ғой. Әлде сен жұмысқа бармайсың ба? Неше? 10 ғой. 10-нан кешкі 6-ға дейін. Керек кезде жиналамыз. Бірақ енді біз аптасына 3-4 10-да барамыз ғой. Аха, осы Қазақконцерт ұйымы жалпы немен айналысады, соны айтыңызшы. Соны құдай қаласа осы бір жылдың ішінде көрсетеміз немен айналысатынын. Әзірге енді теория жүзінде айта алмайсыз. Жоқ, айтамын ғой, негізі бұрыннан енді ол не мақсатта жұмыс жасап жатсыздар? Кезінде ол не мақсатта оны құрған деп айтасыз ғой. Кезінде ана Селеноград болды, не болды, соған барып концерт қоюға, бір ұжым қоюға, кішкене көңіл көтеруге жинаған Қазақконцерт болған, бұны ашқан. Содан кейін Қазақконцерт болып сол форматта қалып қалған. Енді осы бір жылдың ішінде қазір бір 2-3 клипімізді түсірдік. Форматты өзгертіп жатырмыз енді. Үйрену қиын, өйткені ол жақтан да адамдар андай бұрынғы Қазақконцерт жатып қалған. Енді алда қараса осы бір жылдың ішінде көрсетеміз, кішкене жаңа форматқа. Ендеше сол форматқа жұмыс істеп жатырсыздар. Бұйырса. Қазақ мәдениетіне деген атсалысып жатырсыздар, құдай қаласа. Ендеше Рәке, сіздерден жағымды жақсы жаңалықтар күтеміз. Енді Руслан мырза, өзіңіздің салаңыз туралы айтып беріңізші. Пиар саласы, ол қоғаммен байланыс. Біріншіден, екіншіден өнеркәсіпті дамытқан және де өзіміздің отандық өнімді көтеру саласында жұмыс істеп жатырмыз. Өйткені отандық өнім негізі сапасы да жақсы, эко мәселесі де көп жақсы, бірақ оны елдер де көп білмейді. Және де сыртқы нарыққа да шыққанда біраз қиындықтарды туындайды. Сол қиындықтарды шешу үшін және де елге танымал болу үшін үзбей өзіміздің атсалысып жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені Қазақстанда шығарылатын өнімдер де көп, тауарлар да көп, және де завод фабрикаларда жеткілікті, бірақ оның көбінесе отандық тұтынушылар біріншіден менсінбейтін ретте бар, өйткені неліктен менсінбейді отандық өнім? Менсінбейді кішкене сенім мәселесі аздау. Біз сырттан келген тауарлардың жарнамасына алданып қалып жатамыз. Оған біріншіден алданып қаламыз да, екіншіден Американың бір тауары келсе, тура сол тауар Қазақстанда бірақ эко ретінде шығарып жатса, бағасы да төмен болса да, оны бәрі бір Америка жаққа жүгіреміз деп. Енді Америка деп мысал шетел келіп дейміз. Оған еліктейміз. Ол біріншіден дұрыс емес. Өйткені кәсіпкерлер қолдау өзі, енді әр кәсіп даму үшін оны біріншіден өз отандық тұтынушылар қолдау керек. Жаңа өз сөзіңізде айттыңыз, осы отандық өнімді нарыққа шығарда кәсіпкерлер түрлі қиындықтарға тап болады дедіңіз. Қандай қиындықтарға тап болуы мүмкін? Қандай лайфхактармен бөлісе аласыз? Жалпы енді отандық өнімді расымен де отандық кәсіпкерлерді қолдау ретінде ең алдымен неден бастау керек? Қандай қиындықтарға тап болуы мүмкін? Сол туралы айтып беріңізші. Қызық болып тұр. Өйткені өзім де мүмкін отандық өніммен де айналысқымыз келетін шығар. Біліп жүрейік. Біріншіден енді бизнес ашу Қазақстанда өте ыңғайлы. Ресми түрде ашу және де оны жеткізу оңай. Білесіздер, енді әрқайсымыз 5-10 минут ішінде бір ИП-ді ашуға болады. Үйде отырып, диванда отырып ашуға болады. Кәсіппен айналысам деген адамға оның қолы бос. Ал бірақ сыртқа шыққан кезде өнімді шығару да аса қиындық туғызбайды. Өйткені адам енді өз саласында жұмыс жасаса, ол производственный процесс дейді ғой, соны жүзеге асырылады. Бірақ сыртқа шыққан кезде, өнім дайын болған кезде, оны тұтынушыға жеткізу ол өте қиын. Ол біріншіден рекламам, екінші маркетинг, үшінші пиар саласы. Қазақстанда пиар маркетинг саласы қаншалықты қарқынды дамып жатыр деп ойлайсыз?
оны айту қиын, өйткені пиар және маркетингден қарасақ, оның бәрі істейтін адамдар. Бізде енді әрқайсымыз пиарщик болып кетеміз ғой. Өзіміздің әлеуметтік желіде жүргізіп, анау-мынау деп жеткізу үшін. Бірақ өндіріс саласында, бизнес саласында оны кішкене кәсіпке білімді және кәсіпкерлерді тарту керек. Және де біздің бизнесмендер оған кішкене бірінші қаржы мәселесін шеше алмайды. Екіншіден, ол көбінесе дағдарыс кезінде және қазір басқа жағдайлар түскен кезде әрқайсысы реклама бюджетін кеседі, пиар бюджетін кеседі. Ол тіпті дұрыс емес. Билл Гейтс деген айтып еді ғой, егер де менде соңғы $1 болса, мен оны пиарға жұмсаймын. Дұрыс. Жаңа айтып отырсыз ғой, негізі осы отандық өнімді алып жүрген кәсіпкерлер рас жасағысы келеді, бірақ бизнеске көп ақша құяды. Бірінші шығынға жұмыс істейді. Соны ескеру керек пе? Бизнеске, нарыққа жақсы жарнамаға, пиарға, маркетингке ақша құйдық дейлік. Бірақ егер атпаса, енді жалпақ тілмен айтқан кезде өнім, ондай кезде не істеу керек? Бизнес негізі высокорисковый дейді ғой. Он высокорисковый бизнес болған соң, әр бизнесмен, әр адам бизнеспен айналысатын, ол оны алдын ала ескерту керек. Өйткені көбілері бизнесті өзінің жеке ойымен шығарады. Жеке ойымен шығарған кезде көп нәрселерді жұмыс барысында олар қиындықтармен кездескен кезде кейбірлер сол қиындықтарды өтеді және де өседі. Кейбірлер бір қиындыққа тірелген кезде сынып қалады. Рас, негізі қиындықтар зарлау үшін емес, өсу үшін керек дейді ғой, рас. Енді пиар саласы әр кез келген маманға керек, кез келген салаға керек. Мысалға, өнер саласында пиар қаншалықты қажет, Ренат? Негізі оны бұрын түсінбейтінбіз біз. Соңғы бір 4-5 жылдықта шықты ғой, осы маркетинг, пиар деген осы өнер саласында. Оның алдында болған, біз өзіміз 4-5 жылда келдік оған. Ол негізі бірінші орында тұр ғой. Негізі енді бізде ән шығарамыз, әннің халықтың арасына тарап хит болып кетсе, сен танымалсың деген сияқты. Бірақ оған қосымша жоқ дегенде бір 60% пиармен айланысу керек екен. Өзіңді көрсету керек, киіміңді көрсету керек, жүрісіңді көрсету керек. Көп ақша кете ме? Осы халыққа әнді тарату үшін сіздер не істейсіздер? Ән халыққа қалай тарайды? Бейнебаян түсірдік, тек қана YouTube-ке жүктеп қоясыздар, болды ма? Оған өзінің салада түсінетін адам керек та оны. Мысалы біз ән жаздық, жақсы ән шығарып продукты бердік, оны мысалы Руслан сияқты жігіттерге бердік. Олар ары қарай пиар жасайды оны. Сіз әншілерді жарнамай аласыз ба? Енді бүкіл құрал жабдықтар бәрі бірдей ғой. Ол қолдану мәселесі ғой. Ақшасын берсең бәрін істейді. Ақшасын берсе мен де істейтін едім, негізі жақсы ақша төлесе. Ел аузында елеулі әңгіме болу үшін оған біраз жұмыс жасау керек. Рас, егер де кәсіпте қаншалықты сен кіріс қалайсың, соншалықты шығынға да дайын болу керек деп ойлайсыздар ғой, Енді мына көріп отырсыздар, өнерде де, сізде пиар, маркетинг саласында да бәріміз қаншама күш жұмсаймыз. Оған кәдімгі қуат, энергия керек, көңіл күй керек. Қалай сіздер энергияларыңызды сақтайсыздар? Қалай ұйықтап қана, жай ғана жүре бересіздер ме? Әлде бір белгілі бір продукцияны қабылдайсыздар? Мысалға, алдымызда мына тұрған саумал бекерден бекер тұрған жоқ сияқты. Рәке, мен байқадым, басымды шайқадым, бір кездері осы саумалды қабылдап жүрген сияқты болдыңыз. Содан кейін мемлекеттік қызметке тағайындалдыңыз ба? Осы мен жолымды ашқан деп тұрсың. Бұл біздің продукт деп бастасақ. Негізі менде айтарым бар бұда. Мен бұны уже бір жарым жыл болды, бұл мен нем бар да. Байланысың бар. Байланысым бар. Сосын бұнда қазір жақсы болды, әншілерге, өнер адамдарға айтып кетейін деп тұрмын да. Көбі саумалды рекламировать етеді, жарнамалайды. Бірақ олар білу керек те, қай жерден шығып жатқан, лицензиясы бар ма. Мысалы, мұнан мен Болат деген бауырым бар. Оның заводында көрдім. Саумал шығаратын кәдімгі заводта. Завод, завод, өзінің заводын көрдім. Өзі не ұстайды? Жылқыларды ұстайды, мысалы. Бұның қаншама ішінде жасайтын заттар бар, бәрін айтады ғой, қымбат. Қымбат өзінің затының несіне сай бол. Соны шатасып қалмасын деймін. Өнер адамдар егер жарнамаласаңыздар, дұрыстап жарнамалаңыздар. Лицензиясы болу керек. Ертең қазір бұл. Оның лицензиясын қай жерден көреді?
Жоқ, звондап сұраса, мысалы алатын кезде диспетчерлер бәрін түсіндіріп береді, бәрі документтен жібереді, сосын соны шатастырмай осындай неге мән беріңіздер. Мысалы қазір блогерлер не отыр, шетінен сотталып отыр көбі. Өкінішке орай. Иә, өкінішке орай. Өйткені тексермейді, нені жарнамалап жатқан. Не істеп кетті, халық алданады. Сол үшін осындай нәрселерге мән беріңіздер. Істесеңіздер оригиналды. Сөзің аузында, Ринат, негізі өзің де әлеуметтік желіде белсендісің, көрем. Сен де жарнамадан әлбетте ақша табасың. Иә, нәпақа табасың. Сен қаншалықты оны қарайсың? Әлде ақшасын берсе, кез келген нәрсені жарнамалай бересің? Сенбейсің. Мен әлі жарнамадан ақша алған жоқпын. Қойшы. Ешнәрседен, неден жарнама? Самалды мына бауырымдікі бір-екі рет жарнама жасадық. Бірігіп. Қолдау ретінде отандық өнім. Бірігіп бұл маған қолдау жасап, екеуміз Өзің іштің бе? Іштім мен. Мен іштім, бір ай күші бар, егер дұрыстап қабылдаса. Мен мысалы дұрыс, дәрі де дұрыс қабылдамаймын, мысалы әйелім ренжиді. Мен де сөйтемін, негізі бар ол. Дәріні мен таңертең ішіп 2 күн бастаймын ба? Қалды дәрі қайда, не қайда, совсем не жүр. Сондайым бар, содан кейін мен оның арасында самоларға деп ішіп қоясың. Иә, есіңе түскенде дейсің. Негізі рас, жасыратын жоқ. Біздің қазақ халқы бәріміз деніміз сау халық, салауатты ұрпақ болған қалаймыз, бірақ дегенмен де ең алдымен салауатты ұрпақты қалыптастыру үшін біз ең алдымен өзімізден бастауымыз керек, дұрыс па? Өзіміздің денсаулығымызды күтпейміз, өкінішке орай басымызға, шекемізге тимейінше, ой, бәрі жақсы ғой деп жүре берсек, кейін 40-тан асқанда 50-ге тайып қалған кезде бәрі сырқырап бастайды. Осыны ауруды ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Негізі осы саулықтың сыры саумал. Қазіргі таңда отандық өнімді қолдау үшін рас мен де өзім ішіп жатырмын, ішіп кеткенмін. Бірақ рас саумалды айтып жатырмын. Иә. Ойың басқа жақта екен негізі. Жақсылап сұрақ қояйыншы, қараңыздар. Оны қалай айырмашылықтары неде? Қалай айырмашылығын біледі? Оригинал және копия дейді ғой, иә? Біріншіден мен мына саумал заводын өзім көргенмін, өніммен де танысқанмын. Арнайы пиар жұмысын жүргізген алдында да және бүгін бағдарламаға дайындаған кезде арнайы біраз көріп алдым, зерттеп алдым. Неліктен қалай болатын. Біріншіден маған ұнайтыны мынау кәсіпкерлер саумал шығаратын тура, осы саумал шығаратын кәсіпкерлер, олар жан-жақты осыған көп мәселе береді, өз тауарына шығарады. Біріншіден олар бүкіл сертификацияларды өтіп алды, мемлекеттік. Бүкіл мемлекет сертификацияны өтіп, сапа сертификаттары. Сапа сертификаттарын алып, және де институт питания дейді ғой, сол институт питанияны бүкіл зерттеумен, оны шыны керек, ол бір күнде шығарылатын сертификат емес. Оны арнайы бірнеше ай мамандар зерттейді. Зерттеп, қарайды. Қандай мамандар, қай жақтан келетін мамандар, әлде өзіміздің? Мынау институт питанияның мамандары. Иә, ол мамандар жан-жақты зерттейді. Өйткені мынау құрамында да болатқан нәрсе қандай нелер шығарып. Содан кейін екінші мәселе, сертификациядан бұрын бұлар клиникалық зерттеуді өткізген. Клиникалық зерттеу, саумалдың өзі қасиетті, және өзі ұлттық өнім болған соң, өзіміздің арнайы ұлттық сана сезімге жақын, ұлттық тағамға жақын нәрсе болған соң, оған да көп, енді кішкентай кезінен білеміз ғой, саумал сен денді сау боласың, және өкпе ауруларға жақсы, иммунитет көтеруге жақсы, иммунитетті көтереді, және де басқа адам өз-өзін еркін және жақсы сезінеді. Мына саумалды шығарған кезде бұлар клиникалық зерттеуді тоқтайын деген. Біріншіден клиника зерттеу шыққан кезде бүкіл әлем пандемияға жабылды. Бүкіл әлем пандемияға жабылған кезде, пандемия енді бәріміз білеміз, ковидпен байланысты болған соң, ол өкпе ауруына көп әсер етеді. Мынау саумал өзі сол кездерде уақыт солай кеп қалған ба, және де өнім өзі солай қалды ма, ковидпен ауырған адамдарға да бұл саумалды клиникалық зерттеу ретінде де жүргізген. Негізі пандемияның кезінде барлығы саумалды іздеп кетті ғой. Негізі саумалды сауғаннан кейін дереу ішу керек екен. Ал қазір енді тасуға, қолға ұстауға өте ыңғайлы жасады. Кәдімгі оригинал саумал мен мына екеуінің айырмашылығы бар ма? Әрине бар болады ғой. Әрине бар болғанда, бұл енді қазір технологияларды алдыға жүрді ғой. Бұрын саумалды оны
1-2 сағат дұрыс ұстамасаң ашып кетеді. Қазіргі технологиялар бұл саумалдың енді саумал болған соң сүт өзі ішінде су болады ғой. Суды шығарады. Бұл неміс технология сублимация ретінде шығарылады. Сублимация дегеніміз не? Бұл саумалды қайнатпайды. Біріншіден саумалды қайнатсан және де біраз температурасы көтерсе, оның сапасы да өзгереді, және де пайдалы нәрселер одан шығып кетуі мүмкін. Содан кейін сублимация жүргізген кезде олар суды мұз арқылы тартылады. Содан кейін мұз арқылы шыққан кезде температура режимі бұзылмайды, және де бүкіл адамға пайдалы заттар, өзінің адамның керек нәрселер, ферменттер дейді, витаминдер дейді, олар бәрі сақтап қалады. И сақтау капсула ретінде ғой бұлар қазір. Капсула ретінде де оны сақтау, ол сырттан су кірмейді, ауа температурасына да байланысты көп. Қолайлы, ұстап жүруге де қолайлы. Түсінбейтін едім, маған екі-ақ сөзбен түсіндірді. Может, елдерге де түсініп қалады шығар, егер айтсам. Мынандай болады дейді да. Мен айтамын, бұның қандай күші қалады деймін. Басынан барып ішкен досым шығарған соң айтамын, басынан барып ішкен дұрыс қой сенің. Сөйтіп ол түсіндір, Ринат түсінші дейді. Біз бұны саумалды енді свежий алған кезде қатырып тастаймыз дейді. Сол кезде ішіндегі витаминдер бар ғой. Все қатып қалады, түседі, су кетеді, витаминді алады да салады. Ол ешқандай қиындық жоқ. Содан кейін түсіндім. Витамин қаламады, 100% витамин ішінде қатып қалған кезде заморозка несте қалып қалады екен ғой. Енді қараңыздар, саумал өнімі қандай ауруларға ем болады? Мен қазір сіздерге оқып берейін. Әлбетте, мен шыны керек, мен шын айтайын, осы жерде мен өзім қабылдап бастағаннан кейін әжемнің мына асқазан ішек жолдары ауыратын, рас, мен айттым әжеге, осы саумалды көрші деп, өйткені үлкен адамдар көп қабылдап жүр соңғы кезде. Мінекей 3-ші ай өтті, қазір қабылдап жатыр. Анау Атырау облысында Сағызда тұрады, сол жаққа беріп жібердім негізі, қант диабетіне және осы онкологиялық аурулардың алдын алады екен, оңалту кезеңдеріне, асқазан ішек жолдарының аурулары, жүрек қан тамыры аурулары екен, бүйрек қуық, несеп жолдары, буын аурулары, бауыр аурулары, тер аурулары, созылмалы шаршау синдромы, өкпе тыныс алу, орталық жүйке жүйесі, эндокриндік жүйе, тірек қимыл, мінекей көптеген жалпы ауруға ем болатын осы саулықтың сыры саумал. Құрметті көрермендер, егер саумал жайлы ақпарат білем десеңіздер, денсаулықтарыңызды нығайтам, иммунитеттерімді көтерем десеңіздер, мархабат, экранда көрсетілген телефон нөмірін жазып алыңыздар, және де мамандардан тегін кеңес ала аласыздар. Ендеше дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар деп, біз сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Ал Раке, Ринат, CV туралы сұра деп едіңіз. Негізі өнерде қалай, қазір не болып жатыр? Соңғы айтпақшы, менің өзім радиода істейтін білесіз, сазды сандауымызға жаңа ән енді, Чинурияны қателеспесем, қазір қайтадан неге плагиатқа кеттіңдер? Чинурияны біз бір немені жазғанбыз, ұсыныспен. Қандай ұсыныс? Кіммен? Фарқ Сакиров пока аман кезде, легенда кезде, тірі кезде бірге дуэт жазалайық деген ой болды. Содан кейін ол кісімен шығып, біз бұны жазып, жіберіп, осындай деп атқан кезде, ол кісі мен кішкене ауырып отырмын, Москваға аттанып отырмын дейді, неге емделуге. Сосын біз ол кісі күтпей былай шығарып тастадық. Негізі идеямыз басқаша болған, ол кісімен бір дуэт айтып жібереміз деп. Негізі сол. Басынан бастап сол идея болды. Сосын қазақша, өзбекше қылып ше. Қазір қазақша шығардық. Енді сол ғой баяғы. Жаңалықтар онда әндер жазылып жатыр, бірақ есілер шыны керек, қазір кішкене түсініксіз. Неге? Пандемиядан кейін кішкене жағдай өзгерді ме? Сол ғой енді. Біз өзіміз пандемияға іліндікті, оқымаймен іліндікті, потом арада кредит кетті, арада тағы 2-3 өлеңдер оған бақамен жазатын бір 4-5 дуэтіміз, өзіміздің бизнес планымыз оған, сол жерге апарда тіреп тастады, тоқтатып тастады. Шашылып қалдық арада, не істерімізді білмей кеттік. Қатты әсер етті ме? Пандемия. Не істедіңіздер, айтыңыздаршы, той болған жоқ, 2 жыл шамамен, әлде тығылып айтып жүрдіңіздер ма? Ондай да болған шығар деп ойлаймын. Бәрі айтқан жерлер болды ғой, сіз болмадық. Бірақ өнер адамдар рас, андай болып қалса, Құдай сақтасын әрине. Бірақ енді тойдан нәпақа табасыздар. Ондай болмаса не істейсіздер? Айтыңыздаршы. Енді мына қазір авторский қоғам дейді ғой, авторлық қоғаммен жұмыс істейсіздер ме? Авторский қоғаммен түсінбей жатырмын. Сол авторский қоғам совсем
мен ондай нелерге кішкене нашармын да, андай документация басым ауыртқым келмейді, өйткені өз мамандар бар ғой ол жерде. Былай сырт жағын түсінгім келеді. Біз әлі ақшамызды ала алмай жатырмыз, 2-3 жыл болды. Анадан анау өтеді дейді, мыналар өтеді дейді. Қазір ана Мейрамбек ағалар келді дейді, олар пока тыныш дейді, анау дейді. Осыдан 3 жыл бұрын маған звондап айтқан, Ринат, сізде 85 мың теңге түсіп қапты авторский праводан. Соны алып кетіңіз деді. Ладно, қолым тиген алып кетер шығармын деп жүргем. Мысалы, сол ақша да жоқ та, кімнің қолына кетті? Қайда кетті? По идее, бәрінен ақша алады олар. Ресторан бар, анау бар, телевидение бар, анау, кафе бар, анау. Радиодан алады, рапортичка бізден. 1,5-2 миллиард айына ақшасы бар ау. Сол қай жаққа кетіп отқан біз әлі. Әншілердің қолына тимей де белгісіз. Жоқ, әлі тиіп отқан жоқ. Қазір звондап сұрасаң, әлі түсініксіз дейді жағдай. Өздері білмейді, немесе өздерінің қалтасында қалуда мүмкін. Бәрі мүмкін. Өкінішке орай бізде юристте жоқ қой әйтеуір. Немесе дұрыс айтасыз, юрист керек, немесе бұл істі соңына дейін апару керек. Өйткені бұндай кішігірім детальдар қабылданбаса, біздің шоу-бизнес, біздің қазақ мәдениет дамымайды. Адамдар отыр ғой. Төрағалар отыр, Мейрамбек ағалар отыр, Ерғали аға отыр, тағы бір кісілер отыр. Бірақ сонда да түсінбедім мен қалай не екенін андай. Неге білмейсіз? Неліктен? Енді сол неміз жоқ шығар өйткені. Біліміміз жоқ шығар. Қазір енді дұрысталап деп мен сонымен жүрміз әлі. Мысалы, мен енді композитор емеспін ғой, жылына 10 жылда бір ән шықпаса, мысалы, отырып, бір шығып кетіп, соны жазып қоймасам, былай. Ана композиторлерге жалко да, ай сайын шығарып отқан, мысалы, Нұрсұлтанда айтты опмай, 101 миллион просмотр, 110 миллион просмотр болды қазір. Мысалы, 110 миллион просмотр. Одан да ақша түсетін шығар? Просмотрлардан ақша түседі. Қанша жерлерде қойылып жатыр, солардың авторскийлар қайда? Мысалы, білмейміз. Ол ми жетпеген соң біртүрлі. Рас, ол үлкен мәселе, ол да бір үлкен тақырып сияқты. Оның алдында біреулер ұрысты ма не қылып, бір бәле болып кетті ғой есінде. Руслан мырза, рұқсат болса тағы бір сұрақ, мінекей көрдіңіз ғой, жалпы отандық өнімді соңғы кезде сахна саңлықтар қатты жарнамалап, қолдап жүр. Қаншалықты бұл жарнамаға тиімді, маркетингке тиімді? Негізінен ол бір жағынан дұрыс. Әр қазағым жалғызым дейді ғой. Бір-бірімізді қолдап жүрмесек, отандық өнім де дамымайды, және де біздің әншілер де қолдауы да өткен жақсы. Оларға көбінесе маркетинг саласында дегенде аудиториялар бар ғой. Оны естейтін, адамдарға сенетін, сол кісілерге жеткізетін, бірақ өкінішке орай, жаңағы айтып кетіңіз, кейбіреулерде алаяқ жолға да түсіп кететіндері бар. Оған көбінесе осындай жұмыс жасаймын деген жұлдыздар болсын, әншілер болсын, және де басқа танымал адамдар болмаса, оларға алдын ала сол жарнамалайтын өзінің продукцияларын алдын ала біліп алу керек. Өйткені адамдар, қарапайым халық, оларға сенім көп білдіреді. Солардың сенімдерін арттыру керек, және де арттырмаса алдамау керек. Егер де адам алданып қалса, ертең өзіміздің де қазақ халқымызда тек сол жұлдыздарға көзқарастары өзгермейді. Бүкіл сол өзіміздің шығаратын өнімге де көзқарастары басқаша болады. Негізі мына саумалдың пайдасы зор біле білген адамға. Өйткені көбіміз аламызда біз орта жолдан тастап кетеміз. Негізі бұның, өкінішке, негізі бұның 3 айлық, 4 айлық курсы бар. Осыны қабылдасақ, 4 айлық курста расымен де бір нәтижесі болады, пайдасы болады, білінеді. Бетім тазаратын, Мақпал апайдың қабылдап жүргенін біліп жүрмін қазір, Жүнісова Мақпал. Нұрлан Албан ағамыз қабылдап жүр. Расымен де оларда біз жүрістеріміз көп дейді, гастрольге шыққан кезде де тек тіпті тамақтануды ұмытып кетеміз. Сондай кезде күш қуат беретін дегенде осы саумалға рахмет деп айтып жатады. Тіпті өзімізде дастархан басында отырған кезде мен саумал ішіп жүрмін, күшті болып жүрмін кәдімгідей. Рас, нәтижесін сондай жай ғана дастархан басында біліп естіп жатамыз. Тіпті ол жерде ешқандай камера жоқ, ешқандай түсірілім болмағанның өзінде де сырттан осылай естіп жүрміз. Яке, осы мына әншілердің саумал өнімін жарнамалап жүрген, көп жарнамалап жүрсіздер. Бір жоспарларыңыз бар ма? Естіп жүрмін, көп қолдап жүрсе. Бауырымдікі дедіңіз.
бауырыңызға қандай қолдау көрсетесіздер? Жарнама болғанда мынандай жағдай болды. Бұнда жарнама жасау үшін білесіз ғой үлкендер. Мысалы көкеміз Қоразбаев Алтынбек ағамыз, көкеміз өйтіп бір нәрсені алып жарнама істей алмайды ғой, кісі. Ол зерттейді ғой. Әрине. Кім қалай салмақ қай жерде ішу керек. Ол бір апта ішіп көрді. Кішкене не істеген соң ғана басталды. Яғни жер жәннат жетісу деген бір өлең жазғанбыз. Жетісуның ең әдемі жерлерге барып бір клип түсіріп қазақ концертінің басын қосып бір жақсы бір дүние жасаймыз ба деп. Соған мен өзім сонда идея жасап жатқан кезде болат қасымда болды. Бәке көмектесейін не керек, қазақ концертке бір кішкене қол үшін көмегім тисе мен қуанамын деп сөйтеді. Маған клип керек бәке дедім. Онда клип болса давай мен саған көмектесейін деп осында отандық өніммен маған ұсыныс жасады. Мен қуандым. Коллаборация деуге болады, Сен маған ондай ұсыныс жасап көмектесем десең, мен саған жарнамаға көмектесем дедім. Ол мен бұл іш жүрдім ғой, просто емес қой, тұрып, давай сен маған көмектесем дейміз. Бұны да маған айтып кеттім ғой. Дәлелдеп барған, маған да қызық болды, оған да қызық болды, екеуміз коллаборация жасап, бір дүниені жасап көрдік. Оңай емес, 20 күн жүрдік. 20 күн ішінде қасымызда телевидениешіктер жүрді, бір 10 адам, өзіміздің 10 адам, клип түсіретін адамдар жүрді, әншілер 10 адам, 30 адам сөйтіп аралап шықтық қой мына әдемі жерлерді. Сөйтіп бәрі танысып, қасында эксперттер болған соң сұрайды, мынау не деп, бәкең бәріне түсіндіреді. Содан кейін елдер шу бастады. Қазір өтірік емес. Бәкең маған айтады, балалар звондап отыр, бер жіберіңдер, әке деп маған звондайды. Біздің қазақ концерттерден ай сайын жіберіп тұрады 3-4 пакетті. Бәрібір райымыз тараздан сұрайды, мына жақ сұрайды, анау сұрайды, меломанның балалар сұрайды, соларға жібереді. Олар үйреніп алды ішуге. Сол үшін рахмет, оларға да бізді қолдап, біз енді отандық өнімді в любом случае қолдаймыз. Қашан түсірілдік бейнебаян? Олар бір жыл болып қалды. Оны шығып телевиденияларда айналды. шығып кетті. Ендеше көре жатарсыздар, қымбат достар, маған да қызық болып тұр. Мен шын айтайын, көрмедім әлі. Көріңіз әдемі. Тамаша. Негізі құрметті көрермендер, белгілі бір нәтижеге жетуіміз үшін біз белсенділікті талап етеміз. Ол әрбір маманда болсын, салада болсын, тіпті дәрі-дәрмек қабылдағанның өзінде де біз толық курсты қабылдап үйренуіміз керек. Дисциплина дейді ол. Иә, тәртіп дейді. Ал тәртіпке бағыну үшін мінез керек адамға. Адамның мінезі болмаса, мені осыны соңына дейін ішем, денсаулығымды нығайтам деген мақсат, міндет, мінез болмаса, өкінішке орай адам жазылмайды, немесе дені сау болмайды десек те болады. Бірақ дегенмен де біздің мемлекетіміз осы мықты, дені сау болсын десек, осындай ең алдымен отандық өнімді қолдап, қолпаштап, қабылдап үйренуіміз керек деп Бір ойлаймын. нәрсе айтып кетейін. Екі нәрсе айтсаңыз да болады. Адамдар қолданып жүргендер, кейбірлер ауырмайтын адамдар да онды профилактика ретінде қолданады. Бірақ пиар мәселесіндегі кезде мен денім сау, бәрі дұрыс, шүкір, мен бұны ішіп жүрмін, бірақ әсерін түсінбеймін. Сонда адамдар айтады, түсініксіз маған мына саумал ішкен, іштім ба, ішпедім ба, мен енді адамның өз дені сау болып тұрса. Бірақ егер мынау эпид-сезон деген болады, көктем күз ретінде, сол кезде ол кісілер де тұмау аурулармен ауырмайды. Олар оны сезбей сезонды өтіп кетеді. Ол көбілері саумал арқылы өтіп кетеді. Өйткені иммунитет жақсы, көтеріп қалған, дайындап қойған, эпид-сезонға да дайындап қойған. Бірақ айтқан кезде айтады, мен саумал іштім, бір банкасын іштім, түсінбедім, не болған, маған... Ол түсініксіз өтетін сияқты, Ол сау адамға түсініксіз өтеді. Бірақ ол түсініксіз болғанда, адамның иммунитетіне, ол вирус, басқа аурулар, жұқпалы аурулар тиген кезде, ол организм оған дайын болады. Және де ол ауырмайды ондай кездері. Ауыратын адамдарға оларда эффект белгілі болады. Егер де мен өкпе ауырдым, үйттім, бір жыл бойы дәрі-дәрмек іштім, дәрінің арасына саумалды қосып көрдім, эффект ол адамдарда 2-3 айдан кейін белгілі болады. Ол сезеді. Сол адамдар аузына су ұрып айтады, міне саумал жақсы болды, өйткені сау адам ішсе, ол ауырмай өтеді, иммунитеті жақсы болады.
бірақ ол осындай саумалды басқаға рекомендация ретінде айтпайды, өйткені оған ол түсініксіз болады. Түсінікті. Соны айтайын деген. Керемет, ендеше мінекей бағдарламамыз тәмам. Алып қосарыңыз болса, Ринат, Руслан мырза, отандық өнімді қолдап, сізде бір-екі тілегіңіз айтсаңыз. Саулықтың сырын іздесеңіз, саумал ішіңіз деп айтады ғой. Сол сияқты саумал ішіп жүріңіздер. Рас. Және де Руслан мырза. өзіміздің енді ұлттық код бар ғой. Ұлттық код ретінде мынау саумал ежелден келе жатқан өзіміздің ұлттық тағамымыз, оны ата-бабамыздан бастап ішіп жүрген мәселе. Оған енді генетикамыз да жақсы, өйткені жақсы қабылдайды. Сол үшін саумалдың пайдасы да зор болады. Бұл саумал балаларға да жақсы, кейбіреулер білем, өз балаларында ішіп жүр, олар бірақ капсула ретінде ішемейді ғой. Капсуласын ашып, құрт сияқты жеп жүреді. Оған да олар риза болып жүреді, бірақ мынау Құдайға шүкір, тұмау ауруларды және мынау көктем күз ауруларын олар алдын ала жақсартады, және де ауырмай сырқамай жүреді. Бұның бәрі саумалда. Рас, адам ағзасын қалпына келтіру үшін бұл жерде 80-нен астам элемент бар екен. Ол омега-3, кальций, фосфор, мырыш, темір барлығы да бар. Құрамында амин қышқылдардың 22-ден астам түрі бар екен. Егерде рас саумалдың сырын қаншама емге дәру екенін білгіңіз келсе, толық курсты қабылдап үйреніңіздер. Осымен тәмам, құрметті көрермендер, егер саумал туралы толық ақпарат білем десеңіздер, экранда көрсетілген телефон нөмірін жазып алыңыздар. Ал мамандар өз кеңестерін тегін береді, қоңырау шалу да тегін. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, сау болайық. Сау болыңыз. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет.